Мен 3 жыл болды осы жерде келгеніме. Соның бәрін түсіндіріңіз мына сізге? Нету девочки, да, которые? Нет. 130-й. Я директору скажу, хорошо? Bir adam орыс, bir adam қазақ. Болу керек, болу керек. Так, Ол надо, кісі конечно, да. ол кісі маған міндеттеме керек, сен неге орысша сөйлемейсің деген сияқты. Сол жаңағы алдыңғы видеода көргендегіңіздей, өткенде бір айдың алдында мен осы жерде Талғарда қаласына жеңімпазға жазылғам. Тіркеудегі орыс әйелдердің айтып тұрған сөздері: қазақша сөйлемейміз, қазақша керек емес, керек болса орысша сөйле деген соң кішкене намысыма тиіп кеткен. Содан кейін мен оны акиматқа, Талғар қаласындағы акиматтың тіл бөліміне арыз шағым жібердім. Екі күннің алдында келді да, жаңа тіл бөлімінен келді. Осы Талғар қаласындағы ұлт жанашырлар келді да, бәрін орнына қойды. Осыған дейін осы спорт залдың ішінде ешқандай қазақша информация таппайтынсыз. Бәрі қазақша қойылды. Қазақ қыздар, балалар жұмыс істеп жүргендерін де көрмейтінсіз. Одан кейін бір қазақ қызы жұмысқа алыпты сол жерде. Міне осылай күресу керек олармен. Заң жүзінде, сауатты түрде солай бәрін көрсетіп, оларға үйретіп, керек болса бәрін түзеу керек. Жай бос айғайдан ештеңе өнбейді. Егер жай айғайдан жұмыс шешілсе, есек бәрін шешер еді дейді ғой. Сондықтан бәріміз сауатты түрде, ең болмағанда әркім өзінің тұрған район, аудан, қаласын осындай бір қолға алып, осындай заңсыздықтарды түзету керек. Олай басқа шығаруға болмайды. Кеше көріп отырдыңыздар ғой, жаңағы анау кім? Мусорха дей ма, Мусоров дей ма? Орысша тілімде келмейді, мен сөйлегімде келмейді негізі. Оны айтып отырған сөз анау, көрдіңіздер ме? Намыстарыңызға тиіп отыр. Әр қазақтың намысына тиіп отыр, бірақ үнсіз отырсыңдар үйлерінде. Олай болмайды ғой. Сондықтан бәріміз намысты болайық. Ешкімге есемізді жібермейік. Өз елімізде, өз жерімізде жүріп, бұндай қорлықты көруге болмайды. Сондықтан сіздерге жасап отырған үндеуім осы. Әркім өзінің районындағы, өзінің ауданындағы, өзінің қаласындағы сондай заңсыздықтармен, қателіктермен күресу керек.